құрметті көрермендері, лекториум жобасы араға уақыт салып, өздеріңізбен қайта жүздесті. 25 қазан республика күнімен барша аудан тұрғындарын құттықтаймын. Мерекеге орай бүгін бізде қонақта Аманат партиясы Түпқараған аудандық филиалының атқарушы хатшысы Таңғұл Қайрат Бұханұлы. Қайрат аға, қош келдіңіз студиямызға. Өзіңізбен тамаша сұхбат болады деген ниеттемін. Бүгін енді мерекеге орай өзіңізбен кездесуді жөн көрдік. Ал сізге бір қояр сұрағым бар. Біздің жастардың қойған сұрақтарына мейлінше емін-еркін жауап беруге дайынсыз ба? Дайын. Ендеше біз бастаймыз. Аға, енді сізге алғаш сұрақ. Өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Қысқаша өзіңіз өмірбаяныңыз туралы. Ассалаумағалейкум, құрметті тұрғындар, жастар. Өзім туралы айтып кететін болсам, Таңғұл Қайрат Бұханұлы. Туылған жерім Қызылорда қаласы. Ол Қызылорда қаласында туылған себебім әкеміз сол Қызылорда қаласында пединститутта оқыған. Мамам, анам мен Мұратова ол енді сол медучилище оқыған. Сол екеуі бір-бірін таныстырып, табысып. Сол семья құрып, сол Қызылорда қаласында мен туылдым. Әкем Сайын ауылына туылған. Сайын Шапағатов енді бұрынғы Тельман. Сол енді 67 жылы, 1967 жылы осы Форт-Шевченко қаласына келдім ғой бірге. 66-та туылдым, 67-те келдім. Сол енді осында декабрьда туылғаннан кейін, оны айтып кететін жақ, қазақ мектебіне бардым. Бұл кезде ол мектебіміз қазіргі войсковой частьтің артындағы қазақ мектебі бастауыш мектеп болып. Соған барғанымызда менің жасым желтоқсанда туылғаннан кейін 3-4 ай жетіспейді деп мен қабылдамағасын. Қазіргі Форт-Шевченко қаласындағы бір 2 этажды здание болды, қазір енді ол бұзылған. Сол мектепте Киров мектебі. Сода оқыдым, 1-ші классқа барып, орыс классына бардық. Енді андалмағасын. Сол енді 1-3-ші классқа дейін сол жерде оқыдық. Сосын ары қарай Горький мектебіне барып, Баутинде Горький мектебінде оқыдым. Сол енді 8-ші класстан барып Киров мектебіне қайтадан келіп, сол Киров мектебін бітірдім. Қызылорда қаласына нағашыларымның ауылына бардым. Нағашыларым Қызылорда болғасын. Сол Қызылордада политехникумға түстім. Сол политехникумда оқып. Сол жақтан сол Қызылордадан Совет армиясына шақырылдым. Ол кезде енді Совет армиясы 2 жылдық. Ол 2 жылдық армияны тамамдағаннан кейін қайтадан оқуымды бітіріп ауылға келдім. Ауылда қызмет атқардыңыз. Сіздің сонда арман қуып, бозбала күніңізде мамандық алуға аттанған қалаңыз Қызылорда қаласы, иә? Қызылорда қаласы. Енді бұрыннан бері сол механик боламын деп жүрген, сол механик деген бала күнгі арманыңыз ба? Техника, сол кішкентай кезімізде техника. Енді Қайрат аға, сол студент шағыңызда бір қызықты естеліктер айта аласыз ба? Ол қызық қой енді, студент кездеріміз. Ауылдастар болып түгел жиналатын еді. Көбісіне енді жиналатын. Қазірде солай барлық жағдайда жаңа жылда сол мерекеге жиналамыз. Сол кезде келген ауылдастар, ДГМС-де оқитындар бар, медучилищеде оқитындар бар. Сол оқитын қыздар бұл бәріміз түгел жиналып бірге. Енді ауылдастар болып кездескен жақсы ғой. Келген домбырамен өлең айтып бәрі түгел жиналып. Сонда Қызылорда қаласында біздің Маңғыстаудан, біздің ауылдан білім алып арман қуып кеткен жастар болды, иә? Жастар болды. Жанымай деген бар қазір Таушықта. Ол медучилищеде оқыды, себебі есінде қалған солар. Сосын енді көбісі қасымызда Жамбылский гидромелиоративный институт болды ғой енді. Соған барып кететін еді. Ода да енді шетпенің балдары бар. Көбісі енді бізден құрдас, бізден 1-2 жас үлкен. Солармен кездесіп жүрдік қой. Енді Қайрат аға, сізге тағы сұрақ қойып өтейін. Қазіргі таңдағы қызметіңіз Аманат партиясының атқарушы хатшысы. Бұған дейін сіз ішкі істер саласында қызмет еттіңіз, иә? Иә, облыс. Енді осы екі саланың айырмашылығы қалай? Ол екі саланың айырмашылығы деп айтатындай көп айырмашылығы жоқ сияқты болып көрініп тұр маған. Ол кезде де сол енді мен кезекші бөлімде қызмет атқардым. Тұпқараған аудандық. Сосын артынан 99 жылы көші-қон полиция тобы
біздің ауданда ашылған аудандық облыстық миграция бөлімінен бұл. Соны миграция басқармасынан. Осы жақта сол шетелдіктерді тіркеу, сол инспектор болып мына жақта қызмет атқардым. 2005 жылы осы Тұқпарған аудандық көші-қон тобы аға инспекторына тағайындалып, осы жерде сол зейнетке шыққанға дейін 2017 жылға дейін көші-қон тобында аға инспектор болып атқардым. Енді ол кезде де сол халықты құжаттарын дайындау, халықпен тіл табысу, оларды сыйлау, енді қарым-қатынас деген қалай деп ол бәрібір көмегін беруің керек өз қолыңмен, олармен жайлы сөйлесуің керек. Соның енді қазірде дәл жобасы солай, келгеніңе адамдары бар, өз жағдайын айтып кетіп отырады. Кейбіреулеріне енді халқымызда да арасында да бар ғой енді кейбір. Бәрібір енді бәрібір сыйлы болып, сол қалай болмаса қарым-қатынасың сыйлау болуы керек, халықпен жұмыс жасау, халықты ішінде сыйлау, енді қолынан келгенінше енді көмегіңді еткен жақсы ғой. Абзал. Иә. Енді жаңа біздің білуімізше сіз Қызылорда қаласында мамандығыңыз механика да, атқарған қызметіңіз ішкі істер саласы. Жоқ, енді ол тек мен механик болған жоқпын деген жоқпын ғой енді. Бір оқу бітіріп келгеннен кейін мына біздің колхоз ол кезде колхозда слесарь болып қызмет атқардым. Енді алғаш ең бірінші бітіріп кезде енді оқу бітіріп келгеннен кейін сразу сен механик болып кетесің деген ол кезде жоқ. Келдің, сен онымен танысуың керек, сен онымен жүруің керек, жасауың керек, енді сол хабардар болуың керек қой. Біз енді оқыдық, гидромелиорация дейді ғой. Енді оған енді техниканы тек айдайсың, ар жағында енді басқа жұмыстар да көп қой. Тек жалғыз бір затты айдаумен ол жұмыс бітпейді ғой. Оны жаңағы келген жеріңнің қызметі қандай, соның бәрін араласуың керек. Сол үшін енді бұл кезде Бердібек деген ағамыз болды. Сонымен колхозына жұмысқа кірдім. Неде жұмыс істедім? Слесарь болып, котельныйде. Сосын ол жұмыста жүріп енді айлықта енді кішкене енді ол кезде де ешқандай несі жоқ, бәрі айлық ол кезде жеткілікті ғой, тек жұмыс жасасам болды ғой. Енді сол қызметте жасап жүріп, кішкене семья жағдайына байланысты кооператив строитель ашып, тасқалаушыға оны кішкене айлығы кішкене молдау болғаннан кейін, сол ағам бар еді, Ырзабек Атшыбаев. Сол Ырзабектің мекемесінде тасқалаушы болып, сол жерде де жасадым, қызмет атқардым. Себебі тек жалғыз ол тек сол техника дегенге нетпейді, ар жағында адамның өмірі болғаннан кейін, оның семья жағдайы да бар. Әр саланың сіз бұрышын ұстап көрдіңіз ғой. Бұрышын ұстап көрдім. Абыроймен атқарып келдіңіз осы. Енді қолымыздан келгенше жасадық, тасқалаушы. Бәрекелді. Сосын жаңа айтқаныңыздай, тасқалау енді постоянно тасқалайтын емес қой енді. Бір жыл жарымдай жұмыс істегеннен кейін бар, Бозашы технология транспорт мекемесі. Сол мекемесіне бардым, ода да сол слесарь болып жұмысқа қабылдады, Қаламқаста қызмет атқардым. Енді бір 6 айдан кейін өзімнің жаңа мамандығым бойынша ішімізде жұмыстастар болып бірге оңдаймыз техниканы. Сол трактор оңдап отырған кезде ана жігіттер, сен техник правың бар ма, нең бар, енді сол трактор айдап көрейік шешейін болса деп. Осы слесарь болып жүргеннен кейін трактордың айлығы енді қанша дегенмен любой адамның өзінің қызмет атқарғаннан кейін кішкене де табысы мол болғанда жақсы көреді ғой. Ол жаңа шақырғаннан кейін бірге сонымен бірге тракторда жұмысын атқарып кеттім. Бірге сол 4 жылдай қызмет атқардым. Жалпы Қайрат аға, мамандық таңдауда адам неден бастау керек деп ойлайсыз? Мамандық таңдау дегенде ол менде қазір енді сұрақ өте күрделі сұрақ ол. Осыны бұл үйдегі ата-аналар да айтып отырады. Мамам айтатын еді, Қайрат сен осы зубынайға бар дейді. Ата-ананың ықпалы ғой. Ықпалы, ол енді ар жағын бізде түсінбейміз ғой. Ол кішкене де болса сен мынаған тартымдысың дейсің. Енді адам таңдаған кезде әрбір балада енді оқып жүріп, мектепте оқып жүреді. Сосын онда мектепте оқып жүрген кезде өзінің кішкене әрбір баланың өзінің ынтасы бар. Біреу спортқа ынталы болады. Ол енді мен содан спорттан бір жетістікке жетем деген ол спортына кетеді. Енді әрқайсысы енді өмір ғой, өмір болғаннан кейін әрқайсысы мен де сол техника деп техника бардым. Бұл техникамен ол семья жағдайына да қарау керек болды. Енді жаңа балдарға жаңа айтқандай мен анау боламын дегеннің өзінде де ол тек балалық шақтың
ол арманы болып кетеді да көп заты. Ол артынан ол басқа да оның қабілеті де шығады. Тек жалғыз бір зат боламын деп. Сол себепті ол таңдағанда ол қалай болмасын мақсат қою керек, таңдау керек. Ол енді өмір болғаннан кейін ол ар жағында ол алған мамандығының екінші жұмысқа да, басқа өнерге де, басқа салаларға өтіп кетуге оның бәрібір көмегі болады деп санаймын. Ол тек бір мақсатпен мен тек анау осындай мақсатпен анандай болам деген ол бәрібір өмір болғаннан кейін ол өзгереді қалай болмасын. Бірақ енді алған өзіне сабағы, білімі сол басқа жұмысқа ауысқанда да сол көмегі тиеді деп санаймын. Иә, жігер болады. Рахмет Қайрат ағай, жаңа енді өзіңіз жайлы қысқаша бізге айтып кеттіңіз. Енді біз осы жерде сіздің отбасыңыз туралы ақпарат білгіміз келіп отыр. Отбасында қанша перзентіңіз бар? Және осы сіздің еңбек жолыңызды қуған перзентіңіз бар ма? Рахмет, ол қойып отырған сұрағыңыз дұрыс өте. Ол 3 балам бар. 3 балам бар. Ол енді балдар болғаннан кейін біріншісі өзінің нағашы әкесі Ахмет деген, ол механик болған, судовой механик. Соны таңдады, сонда атқарып жатыр. Екінші баламыз да енді ол біздің жолды қуып кетті. Ол механик болам деді, ол машина өңдейді. Сол енді қазір жұмысын жаңағы машина жөндеумен, көлік жөндеумен қызметін атқарып жатыр. Бәрі 3 балам да үйренген. Енді 3-ші балама келсек, ол кішкентай кезінен бастап қасымда жүр. Көбісіне енді қазір біздер ішкі қызметкерлері бойынша біздің полиция қызметкерлері бәрі біз түгел полиция күні болсын, участковый күні болсын, Сахарбақшаға жиналамыз. Сол кезде сол көбісіне жиналып түгел топ болып бәрі түгел. Сол кезде қасыма еріп жүретін бала, ол сол барам деп білмеймін, сол кезден бастап айтты. Есенов атындағы университетін бітіріп. Енді осы 4 жылдан бері полиция қызметін атқарып жатыр. Жолымызды артынан қуып, қазір енді аудандық полиция бөлімінде қызмет атқарып жүр. Әкеге қарап, ұл өсер деген, әлайым балаларыңыздың жетістігі көп болсын. Енді сіз қызмет бабында жүресіз, бұрын енді ішкі істер саласында қызмет еттіңіз, тәртіпті, талапты талап ететін маманның бірісіз ғой. Отбасында балаларды жиі еркелетесіз бе? Ол қызықты сұрақ енді шын айтқанда. Біз мына балдарымыз қасымызда жүрді ғой бірге. 3 баланы да Ақтауға барып, отчетымыз тапсырамыз көбісіне. Сол 3 бала машинаның ішінде бірге барады, бірге жүреді. Қастарымызда болды ғой енді, бірақ енді екелетеді дегендей балдардың мен жұмыста жүргенде еркелетесің ғой енді, бірақ енді ол қалай оқуды бітіргенін тіпті бар ғой. Білмей қалған екенбіз. Мен үлкен баланы бітіріп, выпускныйға Горькийге барып, сол Қайрат шақырып жатыр жиналысқа деген кезде, сол кезде барып, осы бала оқу бітірді дегенге барып, сол кезде барып түсіндім. Оказывается, ол оқуды бітіріп жатыр екен ғой. Біз жұмыс істеп жүреміз. Үйдегі отанасына бала тәрбиесін табыстап қойып, өзіңіз сырттың еңбек етіп. Оны енді көбісіне әжесі, мама бірінші классқа ата әже бірге сабаққа апаратын кезде де мама бірге еріп сабағына бірінші классына бәріне апарып жүр. Сонда мен ата әженің тәрбиесінде болған бала. Ата әженің тәрбиесінде болды. Себебі мектепке апарғанда да бірінші классына да апарғанда сол мама бәрін түгел шабылдап, сол өзі заттарын алып, гүлдерін алып бірге мектепке барады. Енді қазір қарап отырсаңыз, көбіне жас ата-аналар балаларын өздері тәрбиелеп, өздері өсірген қалай жас отбасыларда. Енді бұрын сіздердің уақыттарыңызда тәрбиені ата-әжеге тоқтыдай тапсырдыңыздар. Осы шешімдеріңізден қателескен жоқсыздар ма? Ол сіздер сол ата-әженің тәрбиесінде болған бала қандай бала болып өседі? Енді балаңды өскенше айтады ғой енді біз қазақта, немереңді өлгенше дейді. Сол енді бала өсті, енді қазір балдардың немересі кішкене бізге ыссы. Сол сияқты біздің де ата-аналарымызға олар ыссы болған шығар. Біздер енді жұмыс деп жүрдік, шаруа деп жүрдік, әрқайсысы енді
бірақ енді балдардың қастарында болғанмен енді сабағына да бәріне қарайтын талғам әкеміз қарайтын еді. Көбісі сол сабақтарын сұратады. Енді біз жұмыс істеп жүрдік па, сол шыны керек енді ол өзден айтып. Енді папалардың ықпалында болып кетті, мамалар. Рахмет Қайрат аға. Енді қазіргі таңда сіз атқарып отырған қызметіңіз өте жауапкершілікті талап ететін. Былай айтқанда қайнаған саясаттың ортасы. Осының қызметіңізден шаршаған уақытта неден немесе қайдан қуат аласыз? Қуат алғанда үйге келсең, алдыңда немерең жүгіріп шықса, ата деп. Ол сол күш береді. Оны енді немерелер көбісіне Ақтауға оқуға кетеді. Қазір енді келінде студент оқып жатыр. Ол екіншісі қасына еріп кетеді. Кішкентай екі студентка дейміз, олар Ақтауда қазір. Енді үлкен балдар Ақтауда тұрып жатыр. Ондай кездерде енді көлікке мініп алып, қырға шығып, малды қарап, айналып жүргеннің өзі таза ауаға шығып, айналаға қарап. Туған жерден қуат аласыз. Бәрекелді. Болашақта зейнет жасыңызбен демалысқа шыққан уақыттарда немен айналысуды жоспарлайсыз? Енді жоспарды қазір мен осыны жасайын деп айтуға да қазір. Енді сол шаруашылыққа көшет шығамыз, шаруашылыққа көшет шығамыз. Себебі жата бергенмен бәрі жатқызбайды. Мына жұмыста да бос кезімізде шаруашылыққа қарай бет аламыз. Талдар су қойып беру керек. Кішкене еккен талдарым бар. Сол талдарымда барып бір малдар жеп, астарын ішіне кіріп кеткен болса, соған уайымдап киіп, суын құйып, талдарын қиып жүреміз. Енді соған қарай көшет шығамыз, шаруашылыққа қарай. Енді біз сіздің қызметіңізге қайта оралайық. Қызметте қандай басшысыз? Қызметте енді көбісіне енді қатал да емес. Талапты да қатты қоя беруге болмайды. Бәрі біздің қызметкерлеріміз өз қызметін біледі. Бірге әрбір қызметті атқарған кезде қасында өзіңіздің бірге жасап отырған қызметкерлерің көмек беріп тұрса, жұмыстың қиындығы жоқ. Сол себепті оларға ол қатал қарап, сөйлеп айтқан одан ешқандай нәтиже бермейді. Бірлесіп жасау керек. Мен сосын солармен біргемін да. Өз жерде мен ол. Рахмет сізге. Осы тағы бір сұрақ қойып кетейін сізге. Уақытты кері айналдырса, нені қалар едіңіз? Уақытты кері айналдырса, бәрібір сол уақытты кері айналдырғанда баратын оқу сол нағашыларым ауылына барып сол оқығаныма мен ешқандай өкінбеймін. Алған мамандығыма, осы мамандықты алғаннан кейін қызметімді де жасағанда бәрі жұмысшылармен де бәрімен де бірге тіл табысып жүрдік. Осы сыйлау, адамдарымызды бірімізді қарым-қатынас бірінші орынға қою керек. Басты қағида. Рахмет Қайрат аға. Бүгін өзіңізбен бір тамаша сұхбат болды деп есептеймін. Елдің елеулі мерекесінің қарсаңында өзіңізбен сұхбаттасып, емін-еркін сұрақ қойып, бір былайша айтқанда сырласайық деп шештік. Сізге үлкен рахмет, уақытыңызды бөліп, жастар арнасына келіп бізбен сұхбаттасып, бар ішіңіздегімен бөліскеніңізге, енді сіздің еңбек жолыңыз біздің жастарымыз үшін үлкен өнеге деп білем. Өзім сырт бейнеңіз қатал болып көрінгенмен, жаны жайсаң жан екеніңізді көріп отырмыз. Мереке қарсаңында өзіңізге азғантай қонақ кәдеміз бар, соны табыс етуге рұқсат етіңіз. Бүгін біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге, енді әрдайым асығыңыз әлшасынан түсіп, тек биіктерден көріне беріңіз деген ниеттен, осы жастар атынан сізге азғантай кәдесі. Рахмет, сау бол. Құрметті тұрғындар, ауылдастар, замандастар, сіздерді республика күнімен құттықтаймын. Бәріңізге сол денсаулық, аманшылық, үлкендерімізге денсаулық, енді жастарымызға өздерінің таңдаған мамандықтарын тауып, өздерін тауып деген сөз ғой енді, ізденіп. Енді жастарымызға білім ордасын өздеріне
қалай аттың үстінен мініп алып қазақша қалай деп айтуға болады, тізгіндеп өзінің таңдаған мамандықтарына табуға. Себебі жастар деген біздің болашағымыз. Ары қарай сол барлық орындарға солар барады. Сол ары қарай енді біздің Қазақстанымыздың өркендеуіне бәріне атсалысатын осы жастар. Сол жастарға бәріне денсаулық, аманшылық. Еліміз аман болсын, тыныш болсын. Аманшылықта тек өркендеген Қазақстанда өмір сүре беруге. Аумин, айтқаныңыз келсін Қайрат аға. Тілеймін. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, біздің жобамыз өз мәресіне жетті. Келесі мәрте кездескенше сау болыңыздар.